Сәлем достар, сіздермен болған Жұлдызай Тока World арнасы. Достар, бұл бізде новый серияның тақырыбын бай отбасы бірінші бөлім. Достар, бұл серияны маған бір оқырманым айтқан, бай отбасы түсірші деп. Енді мен соның айтқан орында түсірейін деп отырмын. Менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, және де подписканы басып, колокольчикті басып кетіңіздер. Мен сіздерді қаттырақ жақсы көремін. I love you. Ал ендеше достар, бастаймыз. Кеттік. Қайырлы таң маған. Туф, бір мынауда будильникке қойып қойған ба, қырсық. Мені оятып босқа. Күшті түс көріп жатыр едім. Қойшы, тұрсам тұрайыншы. Киімімді ауыстырып алайын. Мына киімді кимеймін. Мына киімді маған ұнап тұр, сондықтан осыны киемін. Мыналарды мынаяққа салып қоя салайын. И болды. Енді барып жуынып, таңғы асты жасайын. Бір тағы да таңғы асты мен жасайын ба? Таңғы ас, түскі ас, кешкі ас, үй жинау деген барлығы менің ойымда ғой, иә? Бір айттым, қызметші алайықшы дедік. Міне алды ма? Алған жоқ. Барлығы мен жасауым керек осы тірліктің бәрін. Қызметші тұрғанда, онсыз да бай емеспіз ба? Қызметші алуымыз керек еді. Бүгін соны айтпасам болмайды. Яты қой мынау, мен тамақ істеп жүремін. Әлі де жыным келіп тұр. Айттым мен оған қанша рет, үй қызметшісін алайықшы дедім, ал ол болса алмаймыз деді. Әдейі жасай ма, білмеймін ғой ше. Маған тірліктері мойыма асылдырып қойып, жүдә. Нервыма тиеді бір. Аласы сайын несі кетеді, ішім күйіп тұр, нервым қозып бір. Жаным, қайырлы таң. Не болды? Азанмен ашуланып, біреу ренжіп қойды ма? Иә, біреу ренжіп қойды, ол менің дәл қазір қасымда отыр. Мен саған қанша рет айттым ғой, үй қызметшісін алайықшы деп. Ал сен болса тыңдағаны жоқсың. Кетші бар, жаным деме маған, ұқтың ба? Бір кешірші болды. Енді мен сенің бос отқанды қаламай, тірлік жасасын дегенмін ғой. Мен әдейі айтқан жоқпын. Мен керісінше өзім бос отпаймын. Мен жұмыс жасаймын, білесің ғой, үлгермеймін. Жарайды, үй қызметшісін алсақ, алайық, бопты. Алсан алшы, кешірші мені. Жарайды, рахмет. Кәнеки, таңғы астан алып отыр. Ас болсын жаным. Кешірші енді азанмен шынданып кеттім ғой. Ладно, енді сондай болып қалады ғой. Мені де кешір, саған да ас болсын. Қандай дәмді, сен істеген тамақтардың бәрі дәмді ғой. Кәнеке, жұмыртқа жейік. Қандай дәмді, өте күшті екен. Рахмет, жаным сол. Мен тамақшы болғаннан кейін, яғни қызметші жалдай берейін, иә? Жарайды, бағасын қанша дейміз? Білмеймін ғой, енді 120 мың бола ма? Иә, 120 мың бола береді. Аз ғой. Иә, сол да жететін шығар енді оларға. Иә. Қызымыз қайда? Ол ма? Ұйықтап жатыр. Қазір өзі тұрып тамағын ішер. Қазір барып оятсам, ол да жынданып кетеді, ренжіп. Жарайды онда. Бүгін маған жұмыс қой. Мен жұмысқа кетем бүгін. Жарайды. Так, қандай үй қызметшілері бар екен? Мынау не дейді? 40 мың дейді ғой. Ой, қойшы, енді шала істейтін шығар. Басқасын таңдайыншы. Так. Мынау тұр екен. 100 мың дейді ғой. Ладно, осы да болады. Осыны жалдайын. Қазір нөмерін терейін. Мінекей. Бүшінтайым, тұршы, Софиям сол. Тұршы. Нұрай, тұра ғой. Таң атты ғой. Тұршы бол тез. Қайырлы таң, әке. Қайырлы таң.
Мен саған ақша қойып қойдым. Кухняда жүре ма? Жарайды, рахмет сізге. Сіз жұмысқа кетіп баратсыз ба? Я, мен жұмысқа кетіп барамын. Кешке келемін. Жарайды онда, кеше кездескенше. Сау бол, жаным сол. Ура, маған ақша қалдырып кетті, неужели? Енді бүгін құрбыларыммен кездесемін деген ойдамын, если мама жіберсе. Ладно, мен кеттім. Ля. Мінеки ақша қойып кетіпті ғой. Осыны ақшаны алайын, және де таңғы асымды ішіп алайын. Менің сүйікті таңғы асым, жұмыртқа. Так, жеп алайын. Қандай дәмді. Анашым пісірген-ау деймін. Өте дәмді болыпты. Маған қатты ұнады. Шайымды ішіп алайын. Және де менің сүйікті пирогым. Болды, мен кеттім. Мінеки, өзі де үй қызметшісі звондап жатыр екен. Алайын. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сіз бе үй қызметшісін жалдаған? Иә, менмін. Бағасы 100 000 теңге дейді. Иә, бағасы 100 000 теңге. Енді жұмысын жақсы істей ма? Иә, бағасын көргендеріңіздей бағасы қымбат, және де үй қызметшісі өте мықты. Барлығын дұрыс жасайды, шала жасамайды дегендей. Жарайды. Если шала жасаса, мен ақшасын бермеймін. Яғни, мен оған төмен қылып беремін. Түсінікті ме? Жарайды. Сау болыңыз. Қазір осы номерге сіз өзіңіздің адресіңізді жіберіңіз. Жүре ма? Баратын болады. Жарайды, ендеше сау болыңыз. Ура, неужели үй қызметшісін жалдадым-ау деймін. Енді қазір осы номерге адресті жіберейін. Қызым, тұрдың ба? Я, жеңілде папам оятқан. Мынаны папаң берді ме? Я, папам берді. Мам, мен осы ақшамен құрбыммен барып, яғни кездесем деймін, қыдырып дегенде, өтінем, көп болды шықпағаныма. Өтініш шығайыншы. Не? Сен қуасың ба? Қайдағы шыққан? Мен сені айттым ғой, бір апта бойы шығармаймын деп. Сен не білдіргенді білесің бе? Шықпайсың деген соң шықпайсың. Адамның жынына тиме. Болды, шықпайсың. Мам, өтінем, шығайыншы. Өтініш. Шықпайсың деген соң шықпайсың. Үйде отыр. Үй жинап, ұқтың ба? Енді мен үй қызметшісін жалдайын деп жатырмын. Сол тірліктің бәрін жасайды. Сен бір апта бойы үйде отырасың қамалып, ұқтың ба? Неге, мам, өтінемін, үй қызметшісі бар екен ғой? Қойшы, басқа шығып біттің ғой сен. Отыр болды үйде. Бір үнемі ғой осы шығармайды. Құрбым, кешірші, мен шыға алмайтын болды. Мені шығармай қойды. Енді білесің ғой, мені бір апта шығармайды. Сәлем, қалайсың? Бір қуасың ба? Мен сұранып қойдым ғой. Сен мен құрбы болғаныма өкінемін. Кетші бар болды, маған жазба, мен саған ренжідім.